Балбалаға келетін болсақ, балбаланың аяқ алысы өте жақсы. Жаңа ғана мен бір үлкен керемет бір Қытайдың философиясына қатысты бір сөздерді айтып бердім. Бір жылыңды ойласаң дейді, егін ек дейді. 10 жылыңды ойласаң дейді, онда бақша сал, ағаш өсір дейді, жеміске толы. Ал егер 100 жылы болашағыңды ойласаң дейді, онда балаңның санасы мен басындағы білімі қандай, сенің беріп отқан тәрбиең қандай екенін соған күш сал дейді да. Осы сөздер мені Балбала компаниясын ашуға алып келді, ойыншықтар шығаруға алып келді. Неге? Я, Құдайға шүкір, біз 20 жылдан астам тәуелсіздік алдық. Ата-бабамыздың армандаған, ата-бабамыздың мақсаттаған дүниесіне қолымыз жетті, Құдайға шүкір. Тәуелсіз еліміз, туымыз бар, көк байрақ, өсіп атқан еліміз бар, Аллаға шүкір. Бірақ соның ішінде қарап отырсақ, бізде бала тәрбиесі өте кенже дамып келе жатыр. Бала тәрбиесіне, әсіресе оның ойыншықтары мен мультфильміне біздің әзірге жасап тастаған ешқандай ісіміз жоқ, ел ретінде. Оны тіптенен ұмытып кеткен сияқтымыз. Сондықтан балаларымыз өз бетімен өсіп атқан сияқты да. Неге өз бетімен деймін? Өйткені балалардың күнделікті қарайтын мультфильмдары, оның бәрі шетелдікі. Яғни сол мультфильммен ол баланың санасы қалыптасады. Оның санасы шетелдің жаңағы мультфильмнің ішінде шетелдің мәдениетімен, шетелдің менталитеті жүреді, шетелдің талғам танымы жүреді. Сондықтан ол бала қазақылықтан алшақтайды. 5-ке дейін балаң тәрбиелеп үлгерсең, тәрбиеледім деп есепте. 5-ке дейін оның санасын немен толтырасың? Ұяда не көрсең, ұшқанда соны өлесің демей ме қазақ? Немесе ел болам десең, бесіңді түзе дейді. Осының бәрі айналып келгенде бізге аталарымыздың айтып кеткен сөзі: "Ей, балаларыңның тәрбиесіне қара. Балаларыңды немен ауыздандырып жатырсың? Никелодеонмен бе, Спанч Бобпен бе, Барбимен бе? Ертең сен одан қандай үміт күтесің? Егер сен өзіңді қалай азамат деп санайсың, егер соны ойланбасаң, балаларыңа қазақша сөйлейтін бір денсаулығына жақсы әсер ететін, денсаулығына ешқандай зиян келтірмейтін ойыншық жасамай, сен өзіңді қалай елмін деп есептейсің жалпы? Болашағыңа қарау деген сол деп есептеймін. Сондықтан көп адамдар таң шығар, осындай белгілі продюсер ретінде мен ары қарай жобалармен айналыса беруіме болар еді. Әншілер жасап, жаңағыдай билейтін балалар мен билейтін қыздардың 5-6-ауын жасап жүруге маған болады. Міндетті түрде оны жасауыма ешкім кедергі келтірмейді. Бірақ біз тағы да ұмытып бара жатқан дүниеміз не? Ол балаларымыздың санасы, ол ертеңгі болашағымыз. Болашағымызды ойласақ, 100 жылымызды ойлауымыз керек екен. Қазақ айтады: 5 жылдығын ойламаған еркектен без дейді. 5 күндігін ойламаған әйелден без дейді. Сондықтан да бүгінгі таңда біздің ең бір істейтін келелі жұмысымыз, жауапты жұмысымыз ол ойыншықтар саласы мен мультфильм санасын дамытпай, біз ертең керемет ел боламыз деп мен айта алмаймын. Қазір енді балбаланың дамуы, Құдайға шүкір, осы елдің арқасында күнделікті сатылымға түсіп жатыр, елде түсініп жатыр. Қазір бізге сондай заман келді. Қазір біз болашағымызды ойлауымыз керек. Бізде мұнайда бар, бізде мыста бар, бізде барлығы бар. Бірақ бізде мультфильм жоқ. Бірақ бізде қазақша ойыншық жоқ. Оны неге біз дамытпаймыз? Ел болам десең, бесіңді түзе деген тура осы сөздің түйініне көз жүгіртетін болсақ, онда біз бүгінгі таңда өз ойыншығымызды өзіміз шығаруымыз керек. Өйткені бізге оны не орыс, не француз, не неміс кеп шығарып бермейді оны. Сондықтан оны ешкім шығармағаннан кейін, ешкім онымен айналыспағаннан кейін мен соған бардым. Енді оған барғаннан кейін оны ертең брендке айналдыруымыз керек. Брендке айналдыру үшін ол өте сапалы ойыншық болу керек. Ертең баланың денсаулығына ол зиян келтірмейтін, баланың санасына әдемі сөздер, позитивті сөздер, ата-ана, туған жер деген сияқты әдемі сөздерді қалыптастыратын. Сонда ғана ол бала ертең мейірімді, ата-анасын сүйетін, отанын сүйетін бала болып өседі. Сондықтан да мен осыпен айналысып жатырмын. Сондықтан да қазақтар бұл ойыншықты реклама жасамасақ та, Құдайға шүкір, жыл өткен сайын алымы, сатылымы көбейіп келе жатыр. Ертең біздің негізгі сататын, негізгі өндіретін ойыншықтарымыздың бәрі ол қазақша ойыншықтар болу керек. Ол орысша да бола берсін. Бірақ оның негізі, ішкі негізі бәрібір қазақша болу керек. Бәріміз бір сәт ойланайықшы. Бізге не қажет қазір? Бізге баламыздың денсаулығы өз денсаулығымыздан да қымбат біз үшін. Солай емес пе? Онда денсаулық неден келеді? Ол бала қандай ойыншықпен ойнайды?
ол ойыншық сапасы қандай, соған бір сәт тоқтап көз жүгіртейікші. Мына барахолкадан алынатын ойыншықтар мен сіздерге кепілдік берем. Біреуінде сапа сертификаты жоқ оның. Ол ойыншықтардың іші тола у, формальдегид толы болды деген өте баланың денсаулығы зиянды. Онымен бала бүгін ойнап, бүгін ауырып қалмайды. Бірақ ол ертең оның денсаулығының бір жерінен бәрібір зиянын шығарады. Сонда біз бір 2000 теңгемізді баламыздың денсаулығын үнемдеуге болады ма? Болмайды. Өйткені денсаулығы бар бала, ол сенің ертеңгі бақытың. Солай емес пе?